Ассалаумағалейкум, денсаулыққа пайдалы арнасының көрермендері. Лайк басып, подписация етіп отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз құлпынайдың пайдасы туралы айтамыз. Құлпынайдың жарыққа құмар өсімдік болғандықтан күн нұры мен суды көп қажет етеді. Көптеген дәрілік және тағамдық қасиеттері ерекшеленген. Құлпынай құрамында тек сахаридтер ғана емес, сонымен қатар фолий қышқылы, В және С витаминдері бар. 100 грамм құлпынайда құрамында 37 килокалория болады. Атеросклероз және әртүрлі ішектің дисфункциясы сияқты ауруларға өте пайдалы өнім. Құлпынайдың пайдасы және емдік қасиеті. Дәрумен жетіспеушілігіне өте пайдалы. Холестеринді түсіреді. Тамырдың бітелуін алдын алады. Қартаю процесін тежейді. Антиоксиданттар өте көп. Қан аздығына көмектеседі. Иммунитетті күшейтеді. Асқазан ауруына адамдарда өте пайдалы. Өйткені микробқа қарсы қасиеттері жоғары. Жүрек қан тамырларын қорғайды. Ішек ауруларын кетіреді. Ауыздағы жағымсыз иістерді кетіреді. Тіс еттерін нығайтады. Денедегі улы заттарды шығарады. Бүйрек аурулары мен ревматизмге пайдалы. Сапалы құлпынайдың табиғи иісі болады. Иісі шықпаса, жидектің химиялық жолмен өсірілгені болады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыздар. Лайк басып, подписация етіп отырыңыздар.